Армысын эфирде жұлдыздар құпиясы. Сіздермен бірге мен Мұхит Сапарбаев. Алдағы 15 минутта жарнама жасағыш жұлдыздар туралы әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі таңда жарнама берушілердің көпшілігі жарнаманы елге танымал, белсенді, белгілі сүйікті адамдарға жасатқанды жөн көреді. Бұл да маркетинг болса керек. Қазақ қоғамына жарнама берушілер тауарын жарнамалауға жердегі жұлдыздарды пайдаланады. Ақшасын берсе, шоу-бизнес өкілдері де жарнама жасауға кетәрі емес. Мәселен, Айқын төлеп берген түрлі демалыс орындарын, сыйлық сататын дүкендер мен ерлерге арналған киімдер, сондай-ақ автокөліктерге жарнамалар жасайды. Әншінің Instagram парақшасының жартысы жарнамаға толған десек артық айтқанымыз емес. Айқын жарнамалайтын тауарларға көз салсаңыз, мүмкін сіз де тұтынатын зат бар шығар ішінде. Айқын мұнымен қоймай, оқу орындарының, тіл курстарының да жарнамасын жасайды. Әнші ол үшін кәсіби жарнамалық роликке түсуге де қарсы емес. Всем привет, я Айқын Төлепберген. В этом году я поступаю в Монтрeux бизнес-университет, который находится в Швейцарии. Благодарю компанию L'Academ Education за то, что помогли мне осуществить мою давнюю детскую мечту учиться за рубежом. Благодаря им у меня есть возможность и учиться, и работать в одно время. Всех, кого интересует образование за рубежом, обращайтесь в L'Academ. Получи зарубежное образование, не выходя из дома. Ал Қайрат Нұртастың жарнамалары ерекше. Ол әшекей бұйымдар мен спортзалдары, сондай-ақ түрлі техникаларға жарнамалауға қарсы емес. Жарнама арасында сол тауарды өзі де тұтынатындығына жұртты сендіргісі келеді. Әдетте жарнама жасауға ер адамдарға қарағанда сұлу бикештер құмар. Олар өздері тұтынатын заттарымен қатар ақысы төленген кез келген нәрсені жарнамалай береді. Мәселен, әнші Айдана Меденова түрлі әшекей бұйымдарды, аксессуарларды, киім дүкендерін жарнамалаудан жалықпайды. Қарап көріңіз. Аты шулы экс-кешілік Ақбота Сейтмағанбет те жарнама жасауға тапсырыс қабылдайтын арулардың қатарынан. Ол түрлі косметикалық өнімдер мен киім дүкендерін, балаларға арналған заттарды және түрлі бет әрлеуші мамандарға жарнама жасап жүреді. Жүктілік кезінде және босанғаннан кейін қалпына келу мәселесінде сөз ететін Ақбота Сейтмағанбет жарнама жасап қана қоймай, өзі жарнама жасаған тауарларды пайдалануға кеңес беріп отырады. Сәлем достар! Біраз уақыттың көлемінде осы Дайго препаратын қолданып жүргенімді білесіздер, және де сіздерге де кеңес берген болатынмын. Қазіргі таңда дайретке көптеген сұрақтар келіп жатыр. Босанған соң өз қалпыңызға қалай келдіңіз, бет күтімін қалай күтесіз деген. Сіздерге жауап берер болсам, жүктіліктен бұрын, жүктілік кезінде, аяғым ауыр кезде және де қазіргі таңда осы Дайго препаратын қолданамын. Киімдер мен түрлі мамандарға жарнама жасайтындардың бірі актриса тележүргізуші Анара Батырхан. Ол да жарнама үшін Instagram парақшасын қолданады. Сүйікті актрисаңыз нені жарнамалайтындығын бірге көрейік.
Біз сөз етіп отырған актриса Анара Батырхан бет күтіміне арналған түрлі косметикалық өнімдер мен маскаларды жарнамалап, үй жағдайында да видео түсірумен айналысады. Актриса осы арқылы жарнамалайтын тауарын өзі де қолданатындығын дәлелдегісі келетін сияқты. Дүкеннен дүкен қоймай аралайтын және оны жарнамалайтын әншілердің бірі Кешулік Балжан Бидаш. Әнші түрлі киім дүкендерін, күнге арналған көзілдіріктер мен сапарға шығатын чемодандарды жарнамалайды. Жұлдыздардың көп сапарға шығатындығы белгілі әрине. Тұрмысқа шығып, ата-ана атанған Динара Қырықбаева отбасылық бақытын өз жарнамаларынан да көрсеткісі келеді. Әнші көбіне ас бөлмесіне арналған тұрмыстық тауарлар мен балалар киімдерін жарнамалап жүреді. Өйткені өзі де соңғы уақытта осы тақырыптың аясында жүрген келіншек қой. Келесі топтамаларға назар аударыңыздар. Белгілі тележүргізуші Кербез сұлу Динара Сәтжан киімдер мен дүкендерді ғана емес, үлкен сауда орталықтары мен қонақ үйлерді де жарнамалайды. Динара Сәтжанның жарнамаға келісуі өзіне тәп-тәуір пайда келсе керек. Өзі көрген білгеннің қолы жеткен нәрселерді жарнамалайтын Динара Сәтжан Инстаграм парақшасына жарнамалық видеоларын түсіріп салуға да қарсы емес. Оның өзі қымбат әрі сапалы дүкендерге түсетін мына видеоларын көруге болады. Друзья, поздравьте меня, я наконец-то накопила баллы на сильвер-карту на МАТ. И это 25 тысяч полетных баллов. Теперь у меня есть приоритет. My lovely doctor, Dr. E. How are you, my dear? Thank you. Long time no see you. I'm missing you. Thank you so much. What is that? Это полынные сигары, которые мы сейчас будем использовать для прогревания моего организма. Приглашаю вас на выставку уникальных эксклюзивных ювелирных украшений. Вот еще одно очень красивое кольцо. Сложная работа. Турмалины, бриллианты. Қыз келіншектерге арналған киімдерді, киімдерді әшекейлер мен көзілдіріктерді жарнамалаудан алдына жан салмайтын жұлдыздардың бірі Ерке Есмахан. Еркенің жарнамасын қажет етушілер де оның әлеуметтік желідегі оқырмандар санына назар аударса керек. Бірге қарайық. Актриса және Джуринскаяның жарнамалары тіпті ерекше. Ол әйелдерге арналған киімдер ғана емес, қол сөмкелерді, түрлі макияж жасайтын бет әрлеушілерді, сондай-ақ ақ халатты абзал жандыларға да жарнама жасайтын жайсаң қыз. Оның жарнамалар топтамасына назар аударыңыздар.
әнші, актриса Камшат Жолдыбаева да жарнама жасауда өте белсенділік танытып жүрген жұлдыздардың бірі. Ол қыз келіншектерге арналған киімдер мен киім дүкендерін, әшекей бұйымдарын жарнамалау үшін тапсырыстар қабылдайды. Камшат Жолдыбаева киноға ғана емес, жарнамалық роликтерге де түскісі келетін сияқты. Әзірге ұсыныстар жоқ-ау деймін. Өзінің смартфонын қолға алып, жарнама түсіріп кеткен бұл қыз. Камшаттың видеоларын бірге көрейік. Қымбатты менің жерлестерім, мен өзімнің туған жеріне келіп жатырмын. Үлкен той деп келіп жатырмын. Әрине той сыйлықсыз өтпейді. Ал әдемі қазақи күмістен жасалған әшекей бұйымдар қай арудың қашанда көркін ашып тұрады. Сондықтан да мен осы жерден қазір сыйлықтар таңдайтын боламын. Баршаңызға үлкен сәлем жолдаймын. Қымбатты достар, сіздерге керемет жаңалығым бар. Супер Мамасита 1,500,000 теңге ұтысқа салмақ. Нәтижесі 3 күннен кейін белгілі болады, оңай әрі тез ұтыс. Мен де қатысып көремін, өйткені сыйлықтар өте көп. Жақында ғана сәби сүйген жасана әнші Мөлдір Әуелбекова да әртүрлі киім дүкендерін жарнамалауды қолға алған. Ол ана атанған соң балаларға арналған заттарды да жарнамалап жүр. Әзірге өз әлемінің аясында. Бұл ғана емес, әнші Instagram парақшасында жарнамалық видеоларымен де толықтырады. Мөлдірдің мына бір күнге қарсы көзілдіріктерге жасаған жарнамасын бірге қарайық. Киім дүкендерін, аксессуарлар мен демалыс орындарын жарнамалайтын Аша Матай ол үшін отбасында қатыстырып отырады. Оның жарнамалық суреттерінде жолдасы мен сәбиін де көруге болады. Демек, мұны отбасылық жарнама жасау деуге болатын шығар. Ашаның жарнамаларын оның жолдасы Арман Қоңырбаев та қолдайды. Тіпті отбасымен бірге кәсіби жарнамалық роликтерге де түсіп тұрады бұл жоп. Всем привет! Очень много вопросов по поводу того, даем ли мы Доромарин своим детям. Да, дорогие друзья, даем. Недавно мы получили официальное клиническое исследование, в котором показано, сколько полезных витаминов и минералов есть для развития наших детей. Қымбат бұйымдар мен автокөлікке ғана емес, үй жануарларына да жарнама жасайтын Мадина Садуақасова сұлулығымен әркез ерекшеленіп тұратын әнші. Оның жарнамалық посттарын бірге қарайық. Тіпті Мадина Садуақасова мен Жанар Дұғалова түскен жарнама көгілдір экраннан көпке дейін түспей жүргені есімізде. Тәтті әнге қосқан қос арудың жарнамасын тағы да бір көрейік. Жарнама жасағы жұлдыздардың бірі Баян Нұрмышева. Ол басқалар сияқты киім дүкендеріне емес, түрлі витаминдерді, тәттілер мен тамақтарды жарнамалайды. Әншінің Instagram парақшасына бірге шолу жасайық.
Әншілердің табыс көзі концерт той ғана емес, жарнама да екендігін бүгінгі бағдарламамызда айтып өтуге тырыстық. Бұл ғана емес, мүмкіндік болса, барлық әнші жарнама жасауға қарсы емес екендігін түсіндік. Әзірге осы эфирде қайта жолыққанша.